Бүгін халықаралық театр күні ғұмырын сахнада өткізетін өнер иелерінің төл мерекесі. Көрерменнің көңілінен шығатын қойылым қоюды бақыт санайтын жандар атаулы күнде де демалмайды. Мерекені жұмыста қарсы алған әртістермен тілшіміз Бақтынар Әлібай танысып келді. Бүгін театрда мерекелік көңіл-күй сезілмейді. Мұнда көрермендер болмаса да әртістер кезекті қойылымға дайындықтарын пысықтап жатыр. Олар үшін басты мереке осы. Қайдан сол арқара кете беріңдер. Театрдағы басты кейіпкерлердің бірі режиссер. Көп жағдайда сахна сыртында қалатын да солар. Солай десек те, Нұрлан Жұманиязов үшін қойылымды дайындаудан артық бақыт жоқ. Біз мерекені жасаушы құрамдағы адамдарымыз. Оған біз ешқандай мақтанбасақ, керемет той, керемет мерекелік көңіл күйді сыйламасақ, оған біз шаттанбасақ, біз одан жоқ, біз үшін бұл жұмыс күні. Театр киім-ілгіштен басталады демекші, тігіншілерде де қызу жұмыс. Жыл сайын қойылатын жаңа қойылымдардың кейіпкерлерін бастан аяқ киіндіретін кісілер де көрермен қошеметінен қағылып жатады. Әр қойылымның артатын жүгі де әрқалай. Кенесары Күнімжан есімде қалғаны қиын болды, маған көп 130-дай костюм істедік. Бір айдың ішінде енді ауыр түсті. Сахнаны безендіруші суретшілерде барын салып еңбектеніп жатыр. Осының бәрі сәуірдің ортасында көрерменге жол тартатын күн сәулесі түспеген мелодрамасына арналған қарбалас. 20 ғасырдың басындағы Испаниядағы бір отбасының тағдырын бейнелейтін қойылым тұңғыш рет сахналанбақшы. Энкарна, сен маған тұрмысқа шықшы. Тұрмысқа шықшы, өтінем. Тұсаукесер жақындаған сайын дайындық та қыза түсті. Әртістер тіпті бүгін қала әкімдігі ұйымдастырып жатқан арнайы концерттік шараға қатыспауға да бар. Еңбектері көрерменнің көңілінен шықса, басты мереке сол болмақ. Әзірге қошемет те өз-өздеріне. Бақтынар Әлібай, Болат Шайхинов, Еуразия бірінші арнасы.